Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар. Біз Алматы қаласындағы ең кішкентай мешіт, Нұрлы мешітіндеміз. Бүгін бұйырса осы жерде қадір түнін қарсы аламыз. Бізде осы жерде жасы 60-қа келген Ғабит деген ақсақалымыз бар, осы мешіттің жамағаты. Ол кісі әлі өзі білмейді. Бұйырса осы қадір түнінде сол кісіге умра емес, именно үлкен қажылықтың жолдамасы тарту етілген деп тұр. Ал ол кісіге не үшін ол тартылу етіп жатқанын ары қарай көрсеңіздер түсінесіздер. Бізбен бірге болыңыздар, біздің каналды үзбей қарап жүріңіздер. Каналға тіркеліп, дүпіл басып, астына пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Айлардың сұлтаны қасиетті Рамазан айында ұстаған ораза, дұға, тілек ниеттеріміздің баршасын Алла қабыл етсін. Аллаға шүкір, міне қасиетті Рамазан айының соңғы 10 күндігіне де жетіп қалдық. Осы соңғы 10 күндігінде үлкен бір қасиетті түн бар, ол қадір түні. Құрметті жақсылар, осы қадір түніне көптеген құлшылықтар қылайық. Бұл қасиетті Рамазан айы Құран түскен ай. Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде айтады, сендердің ең жақсыларың Құранды үйреніп және оны үйреткендерің дейді. Аллаға шүкір, біздің мешітімізде, осы Нұрлы мешітінде мен қызметке келгелі Ереджеп, Шағбан айы, осы 2 айда Рамазан айына дейін 100 шәкіртті Құранға түсіреміз деген жоба болды. Сол жоба аясында Аллаға шүкір мешітімізде 105 шәкірттей Құранға келіп, сабақ алып, соның 55-56 шәкірті Құранға түсті. Сол Құранға түскендердің ең алғашқысы және де сол Құраннан дәрс алып жатқан шәкірттеріміздің ең үлкені осы 60 жастағы Ғабит атамыз, ең кішкентайы 7 жасар Дінмұхаммед деген шәкіртіміз. Осы атамызға Алла разы болсын. Осындай жасқа келіп ата Құран оқып үйреніп жатсыз. Көптеген кісілер бар, осы жасым келсе, тісім жоқ, тілім келмейді деп өз-өзін кері тарта береді. Оның алдында сізде ақсақалды көрген уақытта қуанамыз. Өзгелерге өнеге болсын деген ниетте осындай бір кішігірім видеоны жасап отырмыз. Аллаға шүкір, ата өзінің ықыласымен, ниетімен осы мешітімізден қалмай, 5 уақыт намаз қалмай, қала берді. Осы қасиетті Рамазан айының күнінде таңертең таң намазынан кейін сабақ алады. Сабақты мен өзім арнайы беріп жатырмын. Аллаға шүкір, атамыздың тілі керемет келіп, қазір бірдей Құранды керемет оқып жатқан жайы бар. Алла тағала өзіңіз армандағандай қасиетті Құранды толы қатым қылатындай және де шамаңыз келгенше сүрелерді жаттап, Алланың алдында дәрежеңіз жоғары болсын. Менің есімім Ғабит. Биыл жасым 60-қа толып отыр. Оны енді осы намазға түстім. Оған бір талай жыл болып қалды. Аллаға шүкір деймін. Енді білмеймін, бір Алланың қалауы шығар. Бір жұма намазында бір дос балам сол себепкер болып, сол жұма намазына барғаннан кейін өзім сол намазға жығылдым. Жас кезімнен 6-шы класс, 5-ші класстан бастап әдеби кітапқа құмар болып өстім. Әдеби кітаптарды құр жібермедім. Бір кітапты қызығына түссем, таң атқанша дейін оқитын едім, ұйықтамай. Пайғамбарымыз алейхиссаламның өмірбаянын 3-4 рет қайталап оқып шықтым. Енді осы жолға түскеннен кейін оқуды не қылғаннан кейін дұрыс оқу керек. Алланың кәламын, Құранды дұрыс оқу керек. Бір сүрені оқысаң да дұрыс айту керек. Намазда дұрыс не қылу керек дегенді өзім бір неден оқып не қылғаннан кейін соған тырыстым. Енді сол Алланың қалауымен осы Нұрлы мешітіне осы енді келіп тұрам, арасында намаз оқимын. Сол көздері менің телефон нөмірімді жазып алып қалған. Сол несімен шатымен оқып көрсем, сабақ басталып осы Рамазан айының, қасиетті Рамазан айынан 2 ай бұрын сабақ басталады. Сабаққа келіңіздер деген хабарландыруды оқып қуанып кеттім. Сөйтіп Аллаға шүкір, осы мешітке келіп сабақ алып жатырмын. Оңай емес, маған қиын. Бірақ өзім соған талпынып жатырмын. Аллаға шүкір, осы Пайғамбар саллаллаху ұстазыма Алла разы болсын деймін. Ерінбей, жасың осындай, мұны демей үйретіп жатыр. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алиф лам мим. Алиф лам мим.
ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم Бұл видеоны не үшін түсірдік ағайын? Бұл видеоны мақтану үшін емес, қазіргі тілмен айтқанда сіздерге мотивация болу үшін. Сөздің ашығы керек, қаншама кісілер бар, бойында қуаты бар, күші бар, денсаулығы бар, бірақ келе алмай жүр, уақыт бөле алмай жүр. Түсінемін, мың сан тірлігіңіз бар шығар, жұмысыңыз бар шығар, түсінемін, бәрінде түсінемін. Сіз істеп жүрген жұмысты біз де істеп жүрміз. Сіз жете алмай жүрген үйге, көлікке, дүниеге біз де жете алмай жүрміз. Алла нәсіп етсін, өміріңізге берекет берсін. Бірақ уақыт санаулы да ағайын. Уақыт өте қысқа. Қазақ бекер айтпайды. Уақыттың босқа кеткені өміріңнің босқа өткені дейді. Мінекей, 60 жылдық өмірі артта қалған атамыз осы мешітте Құран оқу дәрісі болып жатқанын естіп, келіп сабақ алып үйренді. Міне, Қасым деген жігіт Рамазанда 3 рет хатым оқыпты. Алла разы болсын. Қасым, жалпы өзіңнің аты жөніңді және қандай қызмет жасайсың? Жұрттың бәрі ойлап отыр, сені бір жерде бас имам деп. Бисмилля, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Есімім Қасым болады. Мен қарапайым, өздері сияқты адам, жұмыс істеймін күндізден кешке дейін. Не жұмыс? Магнумдарда тауар қойып сатамын. Тауар қойып сатасың. Фирма тауар сатамын. Бәрекелді. Көрдіңіздер ме жамағат? Қалай үлгеріп жүр десеңізші, Алла разы болсын. Әйтеуір таңды таңға, түнді түнге ұрып оқып жүрген жігіт 3 пара оқыды. 3 хатым бітірді, солай ғой? Алла разы болсын. Сөйтіп біз енді 3 хатым оқығаннан кейін жай намазымызды беріп, кішкене ыңғайсызданып қалдық, себебі бұндай дәрежеге керек болса өзіміз әлі жете алмай жатырмыз. Сөйтіп ары бері ойландық, Елжан бренд дегеннен осы өзіміздің Нұрлы мешіттің атынан уәде бергенбіз, бір шапан Құдай қаласа оны жабамыз, оның сертификаты бүгін кішкене үлгермей қалдық. Бірақ осы жігіттің осындай Құранға деген махаббаты мен Құранға деген ықыласын бағалаған сол күнгі ауызашардағы бір бауырымыз бар, атын айтып түсіністемек қойын, Алла разы болсын. Анау шариғатта бар ғой, оң қол бергенде сол қол көрмесін деп. Сондай ниетпен сол жерде бір сәтте Қасым ұстаз ана жігітке бір умра берейікші деп, умраны сыйлаған болатын иншалла. Шапалап алмаймыз. Міне, құрметті жамағат, ойламаған жерден өстіп Қасым бауырымызға сол сәтте Алланың қалауымен сол жігіт демеушілігін жасап бір умра берейікші деп ниет қылды. Әрине біреу беріп тұрса, тағдырына жазылып тұрса, неге оның қызғанан? Сөйтіп сол сәтте өзімде қатты қуанып, толқып, сол жерде ауызашарда жалпы ауызша айтқан болатынбыз. Бүгін осы умраны Құдай қаласа өзінің қолына табыстап жатырмыз иншалла. Такбир! Жақсы, Алла разы болсын Қасым, Алла разы болсын. Аллаға шүкір, күнде таңертең таң намаздан кейін осы жерде біраз жамағат куә келіп сабақ алады. Екеуміз арасында әңгімелесіп, ішіміздегі мұңымызды тарқатып сөйлесеміз. Сол кезде атам айтады: осы Құранды үйренемін деп бірнеше мешітке бардым, жүрдім. Осыдан қателеспесем 1-2 ай бұрын-ау деймін шамасы. Умраға барып кепті атамыз. Алла қабыл етсін. Сол умрада барған уақытта Құдайдан тілеген не керек? Енді өзіміздің жорамалымыз осы мешітке келуімізге сол атамыздың тілегі сияқты менімше. Сұрадым дейді Құдайдан, бір ұстаз бер маған деп. Бір ұстаз бер деп Құдайдан сұрадым дейді. Сол ұстазды маған нәсіп етіпті иншалла. Енді соны беріп жатырмыз. Енді осы жерге сол атамызды құрметпен ортаға шақырып, бір ауыз сөзін тыңдасақ деп жатырмыз. Келіңіз Ғабит ата. Пайғамбары, біздің сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммедке саллаллаху алейхи ва саллям сансыз салауаттармен Алланың сәлемімен игілігі болсын. Бүгінгі қадір түні бәрімізге Аллах қауыштырсын. Бүгінгі қадір түнгі тілеген дұға тілектерімізді, жасаған құлшылықтарымызды, ұстап жатқан қасиетті Рамазан айында оразамызды Алла тағалам қабыл етсін. Енді мен көпшіліктің алдында сөйлеп үйренбеген адаммын.
толқып тұрмын. Жаңа айтып өттім ғой, жас кезімде әдеби кітапты көп оқыдым. Оны не үшін айттым? Сол кезде мен білсем еді, Құранның осындай ғанибет екен. Сол үшін жастарға айтатын, Құранға бет бұрыңдар, Алла тағаланы таныңдар. Барлық бақыт, қуаныш болса, Құранды оқып түсінуде екен ғой. Нұрлы мешітімізге имам келіп, Алла разы болсын, менің сіздің жасыңыз келді, сізге осы оқығаныңыз жетеді, осындай қылып оқи беріңіз деп айтпай, барынша түсіндіріп, үйретіп жатыр. Алла разы болсын деймін. Менің арманым осы Құранды жаттамасам да, басына аяғы оқып шықсам деймін. Хатым Құран оқысам дейді атамыз. Сол үшін мына кейінгі жастарға айтаттым, Құранға бет бұрыңдар, ерініңдер. Әрине, дүние тіршілігі бар, бала-шаға бағу керек, нәпақа табу керек. Бірақ сонда да сол Алланың несіне көңіл бөлсеңдер, кішкене соған көбірек көңіл бөлсеңдер, Алла тағала ол дүниелік мұқтаждықтарыңды өзі реттеп береді деп ойлаймын. Потому что мен осы жолға түскелі өзімді салыстырып отырам. Істеген ісімді, немді бәрін. Мысалы бір жерге баратын болсам, ол жерде мешіт бар ма, осы намазымды оқи аламын ба деп. Сол сияқты салыстырып отырсаң, сол намазыңды оқып, соны жібермей, сол Алланың жолында жүрсең, өзіңнің басқа ниеттеніп шыққан жұмысыңды Алла тағала шынымен дәреттейді екен. Аман болайық, еліміз тыныш болсын. Барлықтарыңызға, отбасыларыңызға аманшылық тілеймін. Алла тағалам бәріміз осы Рамазан айынан келесі Рамазан айынға дейін бауырымыз бүтін, басымыз аман, жұртымыз тынышта жақсылыққа қауыштырсын Алла тағалам. Мына имамдарымызға Алла тағалам күш-қуат берсін. Алған мақсат, ниеттерін Алла тағалам орындауына жәрдемдессін Алла тағалам. Мына қариларымызға Алла тағалам өз дәрежесін көтеріп, екі дүниеде де разылығында болсын Алла тағалам. Амин. Барлықтарыңызға аманшылық тілеймін. Рахмет. Ата, Алла разы болсын. Құрмет жамағат. Ата, сіз умраға барғасы? Иә, бар. 2-3 ай бұрын барып келдіңіз, қажылыққа ше? Сентябрь, қыркүйек айында. Қажылыққа бармағансыз ба? Қажылыққа? Үлкен қажылыққа бармағансыз ба? Умраға барып келген екен, машалла, қағбаны көріп келген екен. Енді құрмет жақсылар, пайғамбарымыздың бір хадисі бар. Кім дүниені қаласа, Құранды басшылыққа алсын дейді. Қараңыз. Дүниені қаласа, Құранды басшылыққа алсын дейді. Кім ақыретті қаласа, Құранды басшылыққа алсын дейді. Кім дүние және ақыретті қаласа, тағы да Құранды басшылыққа алсын дейді. Міне сондықтан құрмет жамағат, расында біз Құранның арабша жүзінен оқып, оның сауабына кенелуді түсінбесе, қадіріне жетпесе, қашан оның мағынасына қараймыз? 5 уақыт намаз оқып жүргенімізде қаншалаған уақыттар болып, бірақ әлі күнге дейін Құран оқып білмейміз. Бірақ біреуден телефонды шамал төмен ұстасақ, намыс көреміз. Үйіміз шамал ескі болып, дөңгелегіміз титаны сырылып кетсе, оны намыс көреміз. Дүние тұрғысынан келген уақытта бәрін өзгертеміз. Бірақ иманымыз үшін, ақыретіміз үшін өзімізді өзгертуге келген уақытта өкінішке орай әлсізбіз, ғапылдықта жүрміз. Сондықтан құрмет жамағат, пайғамбар саллаллаху бір хадис бар. Қараңызшы, мына дүниенің қызықшылығы мен арғы өмірдің, иншалла, жәннаттың қызықшылығы, рахаты бар емес пе? Сол екеуін салыстырады да, сонда былай деп айтады. Кім бұл жақты қаласа, кім ол жақты қаласа,
онда пайғамбар хадисі бізге жеткілікті. Былай дейді: кімде-кім бұл дүниенің қызықшылығын қаласа, ол теңіздің тамшысына тең дейді. Ал теңіз ол ақыреттің жақсылығы деген екен. Өзіңіз ойлаңызшы. Теңіздің тамшысы бұл өмірде. Ал теңіздің бүкіл дүние жүзінде жер қанша көлемде су? 4-тен 3 па? 70% су, өзіңіз ойлаңыз. Сол 70% судың қанша литр ол ақыреттің жақсылығы. Ал бір тамшысы осы өмірдікі. Және пайғамбар хадисі бар: Алланың ұлық еткен Құран оқу үлкен нығмет. Сол нығметтен сені тосып тұрған қандай нығмет дейді. Дүниенің тіршілігі болып тұр ғой расында. Қол тимейді, уақыт жоқ. Егер сенің дүниеңнің тіршілігінде бір нәрсені Алланың ұлық еткен нығметінен артық көрсең, онда Құранды оқу нығметін тастапсың дейді. Сондықтан құрметті жақсылар, Алла тағала Құран оқыған адам дәрежесін көтереді, сөзсіз. Хадисте келеді. Екінші, сол хадистің жалғасын айтады, керісінше кейбір адам дәрежесін түсіреді деген екен. Алла тағала түсірушілерден емес, көтерушілерден болсын. Осы жерде атамызға үлкен қарсылық, сізге сыйлық атамызға үлкен қарсылық сыйлық. Бір тілегеніңіз болған шығар, Құдайдан бір сұрағаныңыз болған шығар. Біз жай ғана себеппіз ата. Мен ниет қылғам сізгеше қажылыққа жіберсем екен деп, екеуміз сөйлесетіміз, сабақ алып отырып, сонда біраз әңгіме қыламыз. Енді өмір болған екен, өткен күн болады, кемшіліктер болады. Бұл қажылық мұсылманның парызы ғой. Бірақ енді атамын уақытымен әйтеуір шамасы келгенше мешіттен сабақ алып жүр, баласы әйтеуір әкем деп умраға жіберіпті. Енді мына қажылық сізге бір үлкен сый ата. Алла шақырса бәрі барады екен. Біздікі жай ғана себеп екен. Бір спонсорның есігін қақсақ, мақұл десе біз жай ғана себеп екенбіз. Өзімде Алланың қалауымен осылай демеушілердің қолдауымен қажылыққа барғам, сол кездегі әсерді, оның бәрін түсінем. Әрбір мұсылман осында отырған барлығының арманы ол жерге бар. Сол арманыңызды, сол тілегіңізді Алла бүгін қадір түннің кешінде сізге нәсіп еткен екен. Құрметті жақсылар, Алла тағала баршамыздың дәрежемізді көтерсін. Мінекей, Құдай қаласа, осы Рамазан айы өткеннен кейін, 70 күннен кейін Алланың шақыртуымен исламның 5 парыз болған үлкен қажылыққа атамызды сіз болып, біз болып шығарып салуды нәсіп етсін иншалла. Алла жар болсын ата. Рахмет. Қазір ата тұра тұрыңыз. Бір ауыз айтайын. Біз екеуміз думанда бірге келіп, бірге салғанбыз. Көрші болдық, бірге жұмыс істедік. Осы кісі маған айтты, намазға келген кезде: Ерлан, сен неге маған айтпадың, өзің намаз оқып деп. Көрдіңіздер, бұл неге? Бұл кісі мына дүниеде маған айтты да, қияметте міндетті түрде бір-бірімізден сұрайды екен. Сонда көбірек айтыңыздар, туыстарыңызға, достарыңызға намазға келсін деп. Бұл кісі куә болып тұрды. Өткенде умраға барып келгенде жолықты, сонда ол кісі айтты: үлкен қажылыққа ниет ету керек деді. Сосын мен айттым: мен своим ходом барсам ба деген ниетім бар дедім да. Мені ұмытпа деді. Алла тағала бұл кісіні жіберіп бітеді. Алла разы болсын. Сізге де Алла разы болсын. Алла тағала сізге нәсіп етсін. Бұлайшының барғына себеп көру мүмкін. Сондықтан Алла разы болсын. Мен өзім еткенде қуанып тұрмын да. Ата мына жерге шамалы, мына жер өзі тар екен, екеуміз сыймай жатырмыз. Осы жерге. Енді құрметті жақсылар, мешітте жалғыз емеспіз, Аллаға шүкір. Осы 100 шәкіртті оқытуда, тәрбиелеуде үлкен үлесін қосқан, қызмет жасаған, осы мешітімізде тұрған, осы мешітке менен бұрын 3 жыл бұрын келген қызметте болған Олжас ұстазымыз бар иншалла. Ұстаз кеңіз бірауыз, сізге де бірауыз рахмет айтайық иншалла. Олжас ұстаз 5 уақыт намазда осы жерде, таң намазынан кейін бас имам болған жақсы екен, ерінсең найыпқа тастап кете бересің. Таң намаздан кейін сабақ бердік. Кей кезде шаршаған кезде ұстаз қайта беріңіз, өзім беремін дейді. 5-нен кейін береді, асырдан кейін береді. 5 уақыт намаз осы жерде. Өздеріңіз білесіздер, Раджаб, Режеп, Шағбан айында 5 уақыт намаздан кейін 5 уақыт намаз аптаның 5 күнінде деп сондай сабақтың несін жарияладық. Аллаға шүкір, шәкірттер келді, азанда, түсте, кешке, басым көпшілігі кешке ақша мен құфтаннан кейін келді. 40-50 шәкірт келді, осында отырмын. Азамат ағамыз, Медет ағамыз, жамағаттардың өздері куә. Осы кісілердің барлығы сол Құраннан сабақ алды. Сол сабақ алып Құранға түскен ішінде ұстазының да орны ерекше. Алла разы болсын Олжас ұстаз. Олжас ұстаз, енді сізге қандай сыйлық жасаймыз деп ар ойланып, бер ойланып,
бір конвертке бір 100 мың теңге салып еді, ол аз болып қалды. Сосын 200 мың теңге салдық, ол да аз болып қалды. Сосын 300 мың теңге салдық, ол да аз болып қалды. Сөйтіп едік, Алла тағала сізге де умра нәсіп еткен. Олжас ұстазымызға да умра, иншалла. Бұл умра дәл қазір осы жерде шешіліп отыр. Қасым деген бауырымызға, Олжасқа, одан бөлек тағы бір кісіге, жалпы умра сыйлап жатқан бауырымыз арамызда отыр. Пайғамбар саллаллаху заманында бір сахаба ниет қылған екен. Я Раббым, өмірімнің соңына дейін бана 100 құлды азат етсем екен деп. Қараңызшы, 100 құл ол заманда оңай шаруа емес. Сонда Алла Тағала соның тілегін беріп, сол 100 құлын азат етіп өмірден өткен екен. Сол сияқты сондай бір кәсіптегі бауырларымыз бар. Я Раббым, өзіңнің разылығың үшін шамам келгенше, енді саным айтып-айтпау өзінде, бірақ умраға жіберсем деп кәсібінен бір ниет қылады екен. Сол кәсібі домалап жатқан сәтте бізде осылай 2 умраны шетін шығарып едік. Алла разы болсын. Біреуін өзі берді. Дәл умра дәл осы сәтте шешілді. Бір қадам есіктің артына шықсам, бір умра тұр екен. Сол жігітпен сөйлесіп едім. Болды ұстаз, бірақ осы сөзіңіз Олжас ұстазды осы кісілермен қатар қосып беріп жесек деп едік. Сол жігіттің демеушілігі. Алла разы болсын, бауырымызға көп рахмет. Көп жақсылық жасады. Қайсы бірін айтайын, жігіттер, дүниеңіз болса қызмет қылып қалыңыз, иншалла. Ол бүгін Олжас қуанар, ертең сіз қуанасыз. Дүниемен ешкім иманмен ғана рахат табады екен ғой, осылай. Осында алдымызда ағаларымыз отыр. Осы мешітімізде өз умра жасап, 30 мың теңгеден жинап, қаншама бауырларымыз жіберіп жатыр. Сондықтан ата сізге қажылық, Олжас сізге умра құтты болсын, иншалла. Алла разы болсын. Ал құрмет жамағат, баршаңызды осы қадір түніндегі нәсіп еткен осындай ұлы сапарлар сіздерге де нәсіп етсін. Құдай қаласа көп дұғада болыңыздар. Бүгін әсіресе, бүгіннен кейін де дұғада болыңыздар. Алла нәсіп етсе, осы мешітіміздің орнына мына жақтағы 5 соттық, мына жақтағы 3 соттық, өзіміздікі 2,5, сонымен қосқанда 10 соттық жерге бір кісілер кәдімгідей ниетте мешіт саламыз деп отыр. Мешіт саламыз деп отыр. Кәдімгідей келіп, ниеттеніп, осы жердің барлығын алу үстінде қазір. Жер алу мәселесінде келісіп жатыр. Құдай қаласа бізден дұға. Ол кісілер келді, көрді, ниет қылды. Сол ниет Құдай қаласа Рамазаннан кейін басталғалы тұр. Әрине, ол кісілер салат сауабын алсын, бірақ біз Құдайдан сұрайық. Бұл Алланың үйі. Мейлі, сіз оны Талғардан келіп оқып жатсыңыз, қаладан келіп оқып жатсыз. Кез келген нәрседе ең болмағанда күле білейік та, қуанышымызды бөлісе білейік. Мына бір алақанды жайып, я Құдай деп сұрағанға қызғанбайық та, иншалла, қызғанбайық. Ол кісілер енді әрекетін жасап жатыр. Дұға ол мұсылманның қаруы. Кез келген істе бір себептер болады. Кер тартпа біреулер болады. Келіспей жатқан дүние болады. Соның барлығын келісімін, барлығын шешімін ол сіз бен біздің дұғамыздың арқасында Алла нәсіп етсе тез шешіледі. Сондықтан келесі жыл Рамазанда осы жерде 2 қабат дәу мешітімізде, мұнарасы ұзын болған мешітте осылай тағы да үлкенді кісілерімізді умрамен, қажылықпен сүйіншілеп қуантқан сәтке жетуімізді Алла нәсіп етсін. Жамағат, баршаңызға рахмет. Ал құтты болсын. Олжас ұстаз, ата, Алла разы болсын иншалла. Алла өмірлеріңізге берекет берсін. Сөзбен айта алмайсың. Аллаға шүкір.